Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен Үрбіш Әмір, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше кеспенің рецептісімен бөліскім келеді, және оны мұздатқышта қатыру жолын көрсеткім келеді. Сондықтан мұқият видеоның соңына дейін көріп, өз бағасын беріңіздер. Қамыр үшін 4 жұмыртқа, 1,5 шай қасық тұз, және 4 ас қасық сұйық май құямыз. Ұнды қосып, орташа қамыр илейміз. Қатты етудің қажеті жоқ, өйткені бұның құрамында тек қана жұмыртқа мен май болғандықтан, бұл суға салған кезде езілмейді. Қамырды демалдыру үшін 30 минутқа бетін жауып қоямыз. Болған соң бұны 2 немесе 3 бөлікке бөлеміз. Менің жағдайымда 3 бөлікке, біздің отбасымыз сондай кішкентай аз адамнан болғандықтан, мен осындай кішкентай әр тағамға етіп бөліктерге бөліп аламын. Егерде үлкен отбасы болсаңыздар, 2 бөлікке бөлсеңіздер болады. Енді осы суалалар демалу үшін, тағы да жұмсару үшін 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Және алып, шетінен жайып бастаймыз. Қамырды тым жұқа етіп жаймаймыз. Оны майдалап турайтын болғандықтан, оны кішкене қалыңдау етіп жаю керек. Бешбармақтың қамырынан кәдімгідей 2 есе қалың болған жақсы. Енді ол сіздің кесуіңізге байланысты, мен ұсақтап кесетін болғандықтан қалыңдау етіп жаямын. Қамырдың осылай 2 шетін бір-біріне айқастырып жайсаңыздар, тез және барлық шеті бір келкі болып жайылатын болады. Жалпы бешбармақтың қамырын, қамыр жаю туралы менде видео рецепттер бар, сіздерге төменде сілтемесін қалдырып қойдым. Толықтай жайып болған соң, осылай бетіне ұнды жақсылап сеуіп аламыз, бір-біріне қатты жабысып қалмау үшін. Сосын орап, осылай орап, оқтаудан түсіреміз. Толықтай түсіреміз. Ол жаңағыдай кескен кезде лапшалары ішінде ұзын-ұзын болып көрініп тұру үшін, осылай оқтаудан түсіріп алған дұрыс. Жаймен деп кесіп бастаймыз. Арасын ажыратып тұрамыз, осылай бір-біріне жабысып қалмау үшін. Барлығын осындай қарапайым целлофанға салып сақтаймыз. Мұздатқышқа салған кезде бір-бірінің үстіне үйіліп тұрмай, осылай жайып қойыңыздар, және жақсы қататын болады. Анау ыстықтай суға салған кезде де тез ыстық суда еріп, тез пісуге жағдай жасайды. Қамырды морозильникке бір күн осылай жайып қоямыз. Бір-бірінің үстіне қоюға болмайды. Сақтаған кезде, міне қараңыздар, сізге қазір ашып көрсетейін. Міне толықтай қатқан. Міне әр тағамға осылай бір-біреуден алып қоса беремін. Қазір менде 4 тағамдық кеспе дайын тұр қамыры. Тек толықтай қатқаннан кейін ғана бір-бірінің үстіне қойып, мұздатқышымызда сақтай береміз.